Қоршаған орта, аспан, ғарыш, бұның бәрі қалай пайда болды? Бәрі неден басталды? Білгіңіз келе ме? Онда видеоны соңына дейін қараңыз. Ғылыми зерттеулер жүргізілді және шамамен 13 миллиард 700 миллион жыл бұрынғы болған жағдайға тоқталайық. Бұл шамамен ғылыми зерттеу екен. Бастапқыда қараңғылық болды. Бірақ жерде, бүкіл аспанда барлығы бір нүктенің, былайша айтқанда, ішінде болған. Ғылымға белгісіз себептерден ол жарылады және үлкен жарылыс болған екен солай. Ғалымдар бірақ бұл үлкен жарылыс не себептен болғанын білмейді. Міне осылайша бастапқыда аспан, барлық планеталар, жұлдыздар, галактикалар бір тұтас болған, былайша айтқанда. Сол себептен оны Құрандағы осы аятпен байланыстырады. Таң қалдырады, білесіз бе? Ғарышта ең бірінші пайда болған атом элемент бұл H2 сутегі екен. Ал сутегі элементі бұл судың негізгі элементі. H2 оның негізі. Сонда ең бірінші сутегі пайда болған, одан басқа элементтер пайда болып бастаған екен. Солай галактикалар қалыптасқан. Әрі қарай миллионға жоқ Цельсий градуста сутегіден гелий элементі қалыптасады. Солай өте көп миллион жылдардан кейін алғашқы жұлдыздар пайда болған. Бірақ басқа планеталар пайда болмаған. Бірінші жұлдыздар жарылған екен. Жұлдыздар жарылуынан сутегі, одан гелий және басқа да элементтер пайда болған. Солай бірнеше миллиардтаған жылдар жұлдыздар жарылып, сол жұлдыздардың бірі күнде шығады. Мынаны қараңыз. Күн, жер ең бірінші қалыптасып бастаған кезде айнала шаң басқан. Зерттеулер бойынша жер өзі бастауында басқа планетамен соқтығысқан. Бұл кейін айдың пайда болуына бір себеп болды. Сосын жерге бірнеше метеориттер құлайды. Олардың өздерінің құрамында қатты күйдегі су болған екен. Солай жер бетінде суда пайда болады. Және алғашқы тіршілік иелері де осы судан пайда болған екен. Сол судың ішінде ДНК қалыптасады. Сосын бір жасушалылар да шығады. Әрі қарай көп жасушалылар да шығады. Сумен байланысты.